Достар, бүгін асқабақтан салат жасайтын боламыз, кабачковая икра деген. Ол үшін бізге 6 келі асқабақ, 1 келі пияз, 1 келі сәбіз, 1 келі тәтті бұрыш керек болады. Сәбізімізді үкіштен өткіземіз, қалған көкөністердің бәрін ет турағыштан өткіземіз. Достар, менің рецептім ұнаса, каналыма тіркелеміз, саусағы жоғары лайк басамыз. Мінекей достар, көкөнісімізді ет тартқыштан өткізіп, бәрін дайындап, енді араластырып жібереміз. Оған жарты литр сұйық май қосамыз. Енді көкөнісімізді бая отқа қойып, қайнаған күтеміз, арасында араластыруды ұмытпаймыз. Мінекей жарты сағат өтті. Енді қайнап жатқан көкөнісімізге 120 грамм ас тұзы мен 300 грамм қант қосамыз. Сонымен қоса 500 грамм томат пастасы мен 250 грамм майонез қосамыз. Әбден араластырып, тағы 15-20 минут қайнатамыз. Достар, жылы лебіздер білдірген үшін алдын ала көптен көп рахмет. Ұсақ үкіштен бір бас сарымсағымызды өткізіп, салатымызға қосамыз. 5 минуттай қайнатамыз. Содан соң алдын ала қайнатылған банкілерге салып тастаймыз.